Қайырлы күн, достар. Бүгін біз дәмді рогалик дайындайтын боламыз. Ең алдымен бізге 2 стакан сүт керек, және бетіне майдың 4-тен 1 бөлігін салып, жылы отқа жылытып аламыз. Ысытпаймыз қатты. Бетіне 4-5 қасық қант саламыз. Одан көптеу салсаңыздар да болады. Бетіне 1 шай қасық дрожбен жарты шай қасық ванилин салдым, және де бетіне ұнды осылай ситадан өткізіп, жұмсақ өте жылы қылып қамырды илеп алатын боламыз. Және 2 сағатқа қойып, осылай 4 бөлікке бөлеміз. Және осы каналда көптеген видеолар шығатын болады. Менің каналыма жазылып кетулеріңізді сұраймын, және лайк басуды ұмытпаймыз. Осылай әдемі қамырды жайып аламыз. Оны 10 бөлікке бөлсеңіздер де болады, 8 бөлікке бөлсеңіздер де болады, өздеріңіздің қалауларыңыз бойынша. Мен салмасына клубника вареньесін салдым ортасына. Өздеріңізде үйде қандай варенье бар, соның начинкасын салсаңыздар болады. Осылай әдемі қылып рогалигімізді дайындап, оны осылай домалақтап аламыз. Сосын бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, кунжут себесіздер, бетіне болмаса сеппесеңіздер де болады. Сосын осыны пешке салып 180 градусқа 30 минутқа қоятын боламыз. Ас болсын, дәмді рогаликті дайындауды ұсынамын.